Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің оқытушысы Аханова Алма Галямовна гармония пәнінен 6 сатының 3 дыбыстығы үзілген каденция периодтағы кеңейтудің тәсілдері тақырыбын түсіндіремін. Бұл тақырыпты музыкалық білім беру бөлімінің студенттері 3 курстың 2 семестрінде өтеді. Сабақтың мақсаты: 6 саты 3 дыбыстығының аккордтар жүйесіндегі функционалдық рөлін меңгеріп, әуенді гармонизациялауда қолдану. Бағалаудың өлшем шарттары: 6 саты 3 дыбыстығын әртүрлі функционалды мағынада қолданады. 6 саты 3 дыбыстығын басқа аккордтармен байланысуда дұрыс дауыс қозғалысты сақтайды. Период құрылымындағы үзілген каденцияның орналасуын тауып гармонизациялайды. 2 саты 3 дыбыстығы мен 2 саты секстаккорды сияқты кең қолданылатын аккордтарының бірі 6 сатының 3 дыбыстығы. 6 сатының 3 дыбыстығы өзінің периодтағы орналасуына байланысты, қасында орналасқан аккордтарға байланысты тоника ретінде де, субдоминанта ретінде де қолданыла алады. Сондықтан бифункционалды аккорд болып табылады. Тоника 3 дыбыстығы мен субдоминанта 3 дыбыстығының арасындағы ортақ дыбыстар оның осы аккордтармен байланысын көрсетеді. Ал енді бірінші суретке назар аударайық. Бұл суретте доминанта 3 дыбыстығы, доминант септаккорды және толық емес доминант септаккордының 6 саты 3 дыбыстығына шешілуі көрсетілген. Егер 6 сатының 3 дыбыстығы осы аккордтардан кейін алынатын болса, онда тониканың орнына тониканың функциясын атқарып, үзілген айналымды тудырады. Ал екінші суретте көрсетілгендей, осындай үзілген айналымнан кейін функционалдық реті бойынша субдоминант 3 дыбыстығы мен 2 сатының секстаккорды қолданылады. Не болмаса олардың орнына тоника секстаккорды мен доминант 3 дыбыстығы да қолданылуы мүмкін. Ал егерде 6 сатының 3 дыбыстығы периодтың ортасында тоника мен субдоминантаның арасында, немесе тоника мен 2 саты секстаккордының арасында қолданылса, онда өтпелі аккорд болып, тоникаға да, субдоминантаға да жатқызылмайды. Осы екі мысалды тыңдап көріңіздер. Енді екінші мысал. Тоника 3 дыбыстығы, 6 сатының 3 дыбыстығы, субдоминанта 3 дыбыстығының арасында ортақ дыбыстар болғандықтан, олар орнында қалып, осы аккордтар гармониялық түрде байланысады. Екінші мысалда да гармониялық байланысу қолданылған. 6 саты 3 дыбыстығының функционалдық жарқындығы оның субдоминанта ретінде қолданылуында ашылады. Егер 6 сатының 3 дыбыстығы доминанта, доминант септаккорды немесе каданс кварт секстаккордының алдында қолданылатын болса, субдоминанта функциясын атқарады. 6 сатының 3 дыбыстығы каданс кварт секстаккордпен әуендік түрінде де, гармониялық түрінде де байланыса алады. Бірінші мысалда 6 сатының 3 дыбыстығы каданс кварт секстаккордпен әуендік түрде байланысып тұр. Яғни, бас дауысы төмен қозғалса, қалған дауыстары қарама-қарсы бағытта қозғалады. Осы аккордтардың байланысуын тыңдап көріңіздер. Екінші мысалда 6 сатының 3 дыбыстығы каданс кварт секстаккордпен гармониялық түрінде байланысады, яғни ортақ дауыстары орнында қалып тұр. Үшінші мысалда 6 саты 3 дыбыстығы мен каданс кварт секстаккордының гармониялық байланысуларының нәтижесінде пайда болуы мүмкін параллельді октавалар көрсетілген.
Гармонияда параллельді октава және квинта аралықтарымен қозғалысқа тыйым салынған. Сондықтан осындай жағдай туындаса, гармониялық байланысуды әуендік байланысуға ауыстырған жөн. Жақсы, енді доминанта мен 6-шы саты үш дыбыстығының байланысуындағы ерекшеліктерге тоқталайық. Егер доминанта үш дыбыстығының терция тоны сопрано дауысында орналасса, өзінің тұрақты сатыларға тартылысы бойынша бір сатыға жоғары шешіледі, ал ортаңғы дауыстар әуендік байланысудың ережесі бойынша баз дауысына қарама-қарсы жүргізіледі. Нәтижесінде 6-шы саты үш дыбыстығының терция тоны екі дауыста қайталанады. Егер де доминанта үш дыбыстығының терция тоны ортаңғы дауыстарда орналасса, онда мажорлы тональдіктерде 6-шы саты үш дыбыстығының терция тонын қайталау міндет емес. Ал минорлы тональдіктерде доминанта үш дыбыстығының терция тоны сопрано дауысында орналасса да, ортаңғы дауыстарда орналасса да, міндетті түрде 6-шы саты үш дыбыстығының терция тонына шешіледі. Ондай болмаса, ұлғайтылған секундаға төменгі қозғалыс пайда болады. Бірінші мысалдағы доминанта үш дыбыстығының терция тонының 6-шы саты үш дыбыстығының терция тонына шешілуін тыңдаңыздар. Бірінші мысалдағы аккордтар арасындағы байланысу мен дауыс қозғалысын мұқият қарап алсаңыздар, екінші мысалдағы ля минор тональдігіндегі аккордтарды тыңдаңыздар. Егер мажорлы тональдіктерде 6-шы сатының үш дыбыстығы минорлы болып дыбысталса, минорлы тональдіктерде керісінше мажорлы болып дыбысталады. Екінші суреттің екінші мысалында доминанта үш дыбыстығының терция тонының қалай қозғалмау керектігі көрсетілген. Біз соль диез дыбысын ля дыбысына шешіп, осы мысалды дұрыстай аламыз. Енді үшінші суретке назар аударайық. Бұл жерде доминант септаккордының 6-шы саты үш дыбыстығына шешілуі көрсетілген. Доминант үш дыбыстығына қарағанда, доминант септаккордындағы терция тоны қандай дауыста орналасса да, 6-шы саты үш дыбыстығының терция тонына шешіліп, осы терция тоны екі дауыста қайталануы тиіс. Егер доминант септаккорды толымсыз түрде қолданылса, онда сопрано, альт, тенор дауыстарының біреуінде доминант септаккордының прима тоны 6-шы саты үш дыбыстығының терция тонына секіріспен шешілуі тиіс. Бұл секірісті үшінші мысалдан анықтап қарап алыңыздар. Және де осы екі мысалды тыңдап алыңыздар. Үшінші мысалдағы секіріс өте жақсы естілді. Ал енді үзілген каденция дегеніміз не, соны түсініп алайық. Периодтың соңында қолданылған үзбелі айналым үзілген каденцияны тудырады. Үзілген каденцияда доминант септаккорды дәстүрлі түрде тоника үш дыбыстығына емес, 6-шы саты үш дыбыстығына шешіліп, периодтың аяқталмай қалуына себеп болады. Бұл жерде 6-шы сатының үш дыбыстығы тоника ретінде қолданылса да тұрақсыз. Сондықтан тоникаға аяқталатын, толық аяқтаушы каденцияға алып келетін гармониялық қозғалыстың жалғасуын қажет етеді. Егер периодтың немесе құрылымның аяқталуы қажет болмаған жағдайда, қозғалысты одан әрі жалғастыру үшін үзілген каденция қолданыламыз. Сөйтіп, үзілген каденция периодты ұзартады. Бұл суретте периодтың кескіндемесі бейнеленген. Бұл период 11 такттан тұрады. Екі сөйлемге бөлінген. Бірінші сөйлем 4 такт болса, екінші сөйлем 7 такт. Біз осы уақытқа дейін қолданып жүрген периодтарымыздың барлығы 8 такттан тұратын. Және де олар 4 такттан құрылған екі сөйлемге бөлінетін.
Бұл периодтың екінші сөйлемі неліктен ұзарып тұр? Әрине, үзілген каденцияның қолданылуынан. Аяқтаушы каденцияның орнында орналасқан үзілген каденция тоникаға алып келетін гармониялық қозғалыстың жалғасуына себеп болып тұр. Сондықтан қосымша 3 такт жалғанып, аяқтаушы каденция арқылы периодты тоника 3 дыбыстығымен аяқтаймыз. Сонда үзілген каденцияның негізгі белгісі периодтың 8 такттан артық болуы. Және де үзілген каденция көбіне периодтың 7-8 такттарында орналасады. Енді осы тақырып бойынша әуенді гармонизациялауды бастайық. Ең алдымен әуенді тыңдап аламыз. Әуеніміздің тональдығы фа мажор. Осы тональдікте қажетті аккордтардың барлығын құрастырып шығамыз. Период 10 такттан құрылған. 2 сөйлемге бөлінген. Бірінші сөйлемде 4 такт болса, екінші сөйлемде 6 такт. Бірінші сөйлемнен кейін цезура қоямыз. 2 сөйлемді ажыратқаннан кейін каденция бөлімдерін анықтаймыз. Бұл периодтың екінші сөйлемі ұзартылған. Өйткені бұл жерде үзілген каденция бар. Үзілген каденцияның периодта 7-8 тактта орналасуын біліп, осы әуеннің 7-8 такттағы дыбыстардың гармониялық мағынасы сәйкес болғандықтан, үзілген каденцияны сол такттарда белгілеп аламыз. Үзілген каденциядан кейін міндетті түрде аяқтаушы каденция орналасады. Және 4-ші тактта ортаңғы каденцияны да белгілеп аламыз. Тек сосын ғана әр дыбысқа алынатын функцияларды белгілеп жазып аламыз. Осы сабақтан алған білімдерімізді пайдаланып, субдоминанта 3 дыбыстығы мен 2-ші сатының секстаккордымен қатар 6-ші сатының 3 дыбыстығында пайдаланамыз. Мысалы, 2-ші тактта тоника секстаккорды мен 2-ші сатының 3 дыбыстығының арасында 6-ші сатының 3 дыбыстығы өтпелі аккорд ретінде қолданылған. Ал 4-ші такттың кадансквар секстаккордының алдында алынған 6-ші сатының 3 дыбыстығы субдоминанта функциясын атқарады. 6-ші саты 3 дыбыстығының қолданылуымен периодтың гармониялық көркемділігінің артқанын тыңдайық. Сұрақтарға жауап берудің де кезі келді. 6-ші саты 3 дыбыстығы қандай жағдайда тониканың функциясын атқарады? Доминанта 3 дыбыстығының 6-ші саты 3 дыбыстығына шешілу айналымы қалай аталады? Тоника 3 дыбыстығы мен субдоминанта аккордтарының арасында қолданылған 6-ші сатының 3 дыбыстығы қандай мағынада қолданылады? Кадансквар секстаккорды немесе доминанта 3 дыбыстығы мен доминант септаккорд аккордтарының алдында қолданылған 6-ші сатының 3 дыбыстығы қандай функцияны атқарады? Доминанта 3 дыбыстығы
доминанта септаккордынан кейін алынған 6 сатының 3 дыбыстығында қандай тон 2 дауыста қайталануы тиіс? Үзбелі айналымның каденцияда қолданылуы периодқа қандай өзгерістер енгізеді? Жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Енді келесі тапсырманы орындайық. Берілген әуендерді талдау. Суретте 3 түрлі әуен берілген. Осы әуендердің қайсысында үзілген каденция қолданылған? Тауып көріңіздер. Жақсы. Үзілген каденция екінші әуенде қолданылған. Соны байқаған шығарсыздар. Өйткені бұл жердегі период құрылымы 12 такттан құрылған. Бірінші сөйлем 4 такт болса, екінші сөйлем ұзартылған 8 такт. Бұл периодтың квадраттылығы бұзылған, және де екінші сөйлемнің ұзартылғаны нақты үзілген каденцияның қолдануының белгісі болып табылады. Үй тапсырмасына осы тауып алған әуенімізді бүгінгі тақырып бойынша гармонизациялау беріледі. Назарларыңызға көп рахмет.